Енді тағы бір жаттығу қарастырайық. Екінші жаттығу. Бізге мынандай теңсіздіктер жүйесі берілсін. Мысалы 5х қосылған 2 кіші 17-ден 6х азайтылған 7 үлкен немесе тең 23-тен. Енді бірінші қадам бойынша біз екі теңсіздікті жеке-жеке шешіп алуымыз керек. Яғни 5х бізде кіші 15-тен 2 оң жаққа шыққанда теріс тамбамен шығады. Және де минус 7 оң жаққа шыққанда оң тамбамен шығады. Онда плюс болады да 6х-ымыз үлкен немесе тең 30-дан болады. Бұл теңсіздікте бірінші теңсіздікте екі жағын 5-ке бөлеміз. Сонда х-ымыз кіші 3-тен болады. Екінші теңсіздікте біз 6-ға бөлеміз екі жағында. Сонда х-ымыз үлкен немесе тең 5-тен болады. Енді координаталық өсте сызайық. Кескіндейік. Х 3-тен кіші мәндері. 3-тен кіші мәндері бұл бізде минус шексіздіктен 3-ке дейінгі. Ал 5 бізде кіреді. 5 кіреді. 5-тен бастап плюс шексіздікке дейін. Яғни 5х үлкен немесе тең 5-тен емес. Енді қарасаңыздар, бұл екі шешім бір-бірімен қиылыспайды. Яғни ортақ нүктелері жоқ. Сондықтан бұл есептің бұндай жағдайда жауабы құр жиын немесе бос жиын деп атаймыз. Бос жиын, яғни шешім жоқ дегенді білдіреді. Тағы да бір мысал келтірейік. Үшінші жаттығу бізде. Үшінші жаттығу былай дейді. Бізге қос теңсіздік берілсін. 11 кіші 2х қосылған 1 және кіші немесе тең 33 деген. Енді бұл жерде мына 1 деген санды біз сол жаққа минус таңбамен және оң жаққа минус таңбамен шығарамыз. Сонда біздегі берілген қос теңсіздігіміз келесі түрге көшеді. Яғни ортасында бізде 2х қалады. Екі жақ шетінде 11-ден 1-ді азайтамыз. 33-тен 1-ді азайтамыз. Сонда 2х кіші 32-ден немесе тең. Яғни жерде үлкен 10-нан. Бұл жерде енді екі жағында 2-ге бөлеміз. Сонда не болады? Х кіші немесе тең 16-дан үлкен 5-тен. Міне біздің жауабымыз шықты. Жауабы бестен 16-ға дейін. 16 бізде кіреді. Енді тексеру жасайық. Мысалы, х-тен бізде 5-тің кірмейтіндігін көрсетейік. 5-тің кірмейтіндігін қайдан көрсетір? Апарып теңсіздікке қоямыз. Біздегі теңсіздігіміз не еді? 11 кіші 2х қосылған 1. 11 кіші, яғни 2 көбейтілген бізде 5 болады, қосылған 1. Кіші немесе тең бізде 33 болды. Осы теңсіздіктің орындалмайтынын көрсету керек. Яғни мына жерде 11, мына жерде де 11 шығады. Кіші немесе тең 33. Мына бірінші теңсіздік бізде дұрыс емес дегенді білдіреді. Яғни біз 5-ті кіргізбей тұрғанымыз дұрыс шештік. Енді х тең мысалы бізде 16-ны алайық. 16-ны алсаңыздар 11 кіші 2 көбейтілген 16 қосылған 1 кіші немесе тең 33. Осының дұрыс екенін көрсетейік. Яғни орнына қойып есептейтін болсаңыздар 11 кіші 2 көбейтілген 16 32, 1-ді қосамыз 33. Енді бұл жерде теңдік орындалады. Тең 33. Яғни біз дұрыс шештік. Енді х тең 15-те тексеріп көрсеңіздер болады. 15-ті қоятын болсаңыздар 11 кіші 2 көбейтілген 15 қосылған 1 кіші немесе тең.
бұл жерде мынау 30, бұл қатаң кіші болады, 33-тен. Сонда 11 кіші 31 кіші 33. Яғни біз дұрыс шештік. Жақсы, осылай есепті шығара бересіздер.